Армысыздар, шағын көмегім болсыншы. Мысалы, бақытсыз жамалды алыңыз және мысалы үшінделік шұғаның белгісін алыңыз. Сол екі шығармадағы басты кейіпкерлер болып есептелетін жамалды және мынау кімді шұғаны салыстырайықшы. Жамал мен шұғаның айырмашылығы сол, бірінші кезекте шұғаның белгісіндегі үлкен бір фишка бар. Ол бірінші кезекте қыздың жігітке көз түсуі. Себебі анау аттан түсіп келе жатқан кезде қасымнан мынау жігіт кім деп сұрайды ғой. Анау Қазақбайдың баласы. Анау учитель баласы ма? Учитель деген сөздің өзінен түсінуге болады. Демек, сол кезде ол жаңадан ұғым болып жатқан дүние деген сөз. Бірінші кезекте қысқасы шұғаның өзінің көзі түседі. Және шұғаның белгісінің бір ерекшелігі сол, мына аңыздың түрлері бар. Күй аңызы, тарихи аңыз және топонимикалық аңыз болып үшке бөлінеді. Сол мынау топонимикалық аңыз деген жер су аттарының шығу тарихына арналған аңыз. Мысалы, Жетісу жері осындай оқиғадан шығыпты дегендей. Немесе мысалы анау Алтай деген жер бар ғой бізде. Ол жерге 6 ай жүретіндігі үшін Алтай деп аталып кеткеніміз. Бұл енді аңыз, сол топонимикалық аңыз деп аталады. Шұғаның белгісінің жазылу себебі де сол. Ең басында әңгімелеуші бар ол жерде, және жолаушы бар. Сол әңгімелеуші айтады ғой, бұл шұға десе шұғайдау дейді, шұғаның белгісі дейді. Шұға дегенде ол елді мекен ба? Жоқ, ол бір обашық дейді. Енді оба деген түсінікті, жерленген жері. Сонда шұғаның белгісі шығармасының өзі жазылу ерекшелігі сол, ол бір қандай да бір елді мекеннің жазылу атының бір тарихын баяндап жатқан сияқты болады. Бұл бірінші айырмашылық. Екінші айырмашылық жаңағы шұғаның өзінің жігітке бірінші көзі түсуі, екінші және енді салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, шұғаның белгісінде әркімнің сынағы әртүрлі. Шұғаның белгісінде әкесі Есімбек кімді айдатып жібергеннен кейін, шұғаны атқан жігітті айдатып жібергеннен кейін, ол қатты құса болады. Және сол құсалық оны соңында ажалға апарып тынады. Ал бақытсыз жамалдағы жамалды айтыңызшы. Ол бір белгілі бір дәрежеде бақытты дәурен сүреді. Мейлі ол Қашқында болсын, мейлі ол Фатихолланы саялап барсын, мейлі одан кейін ол нағашыларына барсын, мейлі ол жарты жолда жаңағы жолдасынан бара салып, жаңағы бүкіл дүниесін тастап сол үшін барған жолдасынан айырылғанымен, ол бәрі белгілі бір дәрежеде бақытты дәурен сүрді ғой. Себебі жақсы көрген адаммен қиыншылықтың өзі белгілі бір дәрежеде бір бақыт болып көрінуі мүмкін оған. Енді қараңыз, алайда ол еліне қайтқаннан кейін қанша қиыншылық көреді. Ол таржуманнан қанша таяқ жейтіні бар, үйтетіні бар, бүйтетіні бар, бірақ ол берілген жоқ қой. Түсіндіңіз ба? Ол берілген жоқ. Мен ары қарай өмір сүрем, мен осы жерде не болса да қашып құтылам, мен Фатихоллаға барам, сөйтіп болсын, мен өмірімде бір искра, бір шырағдан бар, мен соған ұстап қалып, мен ары қарай өмір сүрем дейді. Ал шұға ше? Шұға неге соңынан күтпеді? Сәл сабырлық танытқанда келіп қалар еді ғой бәлкім. Бәлкім мейлі абақтыға айдатып жібергеннің өзінде басқа жаққа шұғаның орнында жамал болған кезде бәлкім екеуі қосылар еді. Деген дүниелерді қарай алу қажет. Бұл ұбт үшін ғана емес, жалпы әдебиеттің негізгі функциясы осындай сұрақтармен ғана ашылатын сияқты. Пайдалы болса бөлісіңіздер, жазыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтар болса қойыңыздар. Айтқанымдай мен сәл босап жатырмын. Енді ұбт-ға көңіл бөлетін боламыз. Пайдалы болсын.